Сәлем алейкум, сайғыл сәйжілер. UATV эфирінде хаберлер соңки яңлықлар ақында сізге тариф етеміз. Қырымның ишғали үшін санкцияларының арттырылмасы ақында түшінмеге вақыт келді. Бұны Курт Волкер Полония зиреті вақтында білдірді. Америка Бірлескен Девлеттерінің Украина мәселелерінден Девлет департаментінің махсус темсілжісі қайреткені кебі, Бірлескен Девлеттер ве Авропа бірлігі Ярымаданың Русия тарафынан ишғалini танымай. Айтқанына көре саясетчілерінің зияретлеріні, тижаретіні ве бұл территория иле алып барған бизнес бағларыны эсапқа алып, да жидди қарар алмақ ләзім. Волкер шуны да қайдетті ки, Қырым мәселелері ишғал етілген Донбассның мәселелері иле айныдыр. Екене фарқы Ярымада иле сыңырлап йолагында Украин ордылары иле даими арби әрекетлер алып барылмағаныдыр. Авропа парламенті Русияге мартның 18-інде кечірілежек президент сайлавларына незаретчілеріні йолламайжақ. Бұны Авропа парламентінің демократияға қол тұтув группасының рейіздешлері Дэвид Макалистер ве Линда Макэван білдіре. Авропа бірлігінің қанун чықарыжы органында айтылғанына кебі, Авропа парламентінің депутатларында парламентінің адындан сайлав кетішатыны изатламаға ве оны незарет етмеге ақлары олмайжақтыр. Четелде Рус Газпром шirketінің активлеріні талил етмек, бұны Украин дипломатик миссияларына Украина тышқы ішлер назірлігі вале еті. Бұның аққында назірлік елбашчысының муавины Олана Зеркаль білдіре. Шу жемледен дипломатик миссиялар бүтін сижил ве ачық малюмат базаларына мұраджат етежек. Қайдеткені кебі Нафтогаз эсапларының тевқыф ве мусадере етілмесі иле оғырашқан юридик агент шirketlері иле чалышмақта. Эвел Назирлер комитетінде айтылғанына көре, İcrai хызмет Украинада Газпром активлеріні мусадере етмеге башлаған. Февральдың 28-інде Стокгольм махкемесі Нафтогазның талапларыны қабул етті ве Русия монополистіні транзит үшін газны етерлі дәрежеде бермегені үшін $4,5 миллиард миқдарында тазминат ödemege мejбур етті. Bundan соң Газпром Нафтогаз ile бағларыны узув кетішатына башлағаныны илан еткен еді. Нафтогазға тазминат берілмесе, дүния бойынша чалышқан Украина әділиежелері Русия Газпром шirketінің активлеріні тевқыф етмеге азырлана. Бұны Украина президенті Петро Порошенко Украин телеканаларына берген интервьюсінде білдірді. Петро Порошенконың айтқаны кебі, Газпром Стокгольм махкемесінің ве өз мұқавеле мejбуриетлеріні еда етер. Перш за все, я не маю жодного сумніву в тому, що Украинаның тазминатыны там миқдарда алажағындан ичбір шүбем жоқ. Хайдетем ки, суаль ақчада дейіл. Бұл меселенің геосияси емияты бар. Халқара шартнамнелер, менсіз юридик меван бар. Бұны 100% темин етежек Украин адлиеджи ве дипломатларының ихтисаси тақымы бар. Газпром Украинаны ишанчсыз бір транзит ортағы оларақ көстеріп оламады. Ұнтылуы бербат олды. Бұны Твиттерде Америка Бірлескен Девлеттерінің Девлет департаментінің матбуат кәтібі Хизер Науерт білдірді. Қайдеткені кебі Русия Нафтогазға ödenilgen газны бермеге ве магистраль газ боруларында басыны эксілтмеге істемегенінден соң Украинлер бірлешті ве газ истималыны 14%-ға эксілтті. Бөлеліктен Авропа истималжыларына ишанчлы транзит темин етілді. Suriya'nın Şarkı Гута şehrinde sonki kun devamında 62 insan helak oldu. Umumen 18 kun içinde 867 insan vefat etti. Bu her şey Birleşken Milletler Teşkilatı'nın ateşini toxtatuf hakkındaki kararına bakmadan yapıla. Bunu London'da yerleşken Suriye'de insan haklarının nezaret merkezi bildiriyor. Geçenleri Suriye vaziyeti BMT kapalı oturuşunda müzakere edildi. Hükümet orduları barışıkka çağırıldı ve bunun beraber Şarkı Guta vaziyetinin kergin olması da kaydetilgen edi. Bugün Kızıl Yarımay şehirge aşağıt malları ve ilaçlar ile humanitar yardımını getirmege hazırlandı. Ukraina Rusiya tecavüzüne bakmadan islahatlarının keçirilmesinde bayağı ilerledi. Bunun hakkında Amerika Birleşken Devletlerinin Devlet Katibinin muavini John Sullivan, Devlet Departamentinin matbuat katibi Hizir Nauyert ile intervyusunda bildirdi. Onun sözlerine göre mahkeme ve hususileştiruv sahalarındaki değişiklikler sayesinde Ukraina iqtisadiyatına koşulgan çetel yatırımları artmakta. Aynı vakitte aytqаны gibi Kiev kabarcılık ile kureşine daha gayret koşmalı. Amerika ileride de Ukrayna'ga kol tutmağa devam edecektir. Ukraina memlekette olğan ислиатлар себебінден жиди деншулерге оғырай ве хабаржылық иле көреші. Америка Бірлескен Девлетлері тарафындан дестекленген бұл кетишат Украина шарқындаки Русия тәжавузжы себебінден зорлашқан. Донбасста күнделік қаршылық
Украин арбийлері ве ерлі сәкенлер елі қола. Бұндан да ғайры Русия Федерациясы тарафындан Қырымның ишғал етілмесі. Бұның еле Москва даими суретте кибер үжүмлеріні кешере. Бүгін Украина бұтын бұл шейлерге қаршы тұра. Яңы несіл бағы 4G июннің бірінден соң Украина мескун ерлерінден чоқсында чалшы башлайжақтыр. Бұны яқында мунасип лицензияларыны елде еткен Украин мобиль алақаларының ең белі операторлары білдіре. 10 000-ден зияды инсан яшаған мескун ерлерде алақа 3,5 ел ішінде тікленір. Алған лицензияларыны провайдерлер ай девамында өдемек керектір. Мартның 6-сында алақа тертіплеві бойынша Милли комиссия Украинада 4G яңы несіл бағының инкишафы үшін мобиль алақасының 3 бұйық операторына 5,5 миллиард гривнаға фреканс изінлеріні сатқан еді. Киберге Украин фильмі Брюксельде Авропа депутатларына көстерілежек. Сеанс мартның 19-на планлаштырылған. Бұны Украина хабер саясетін әзірлігі білдіре. Фильм Вашингтон ве Гаагада да көстерілежектір. Режиссер Ахтем Ситаблаевның фильмі Донецк авалиманның имайджілері Украин арбилері аққында тариф ете. Фильм чеківлері вақтында меслиятларыны арбилер өзлері берген еді. Украина ойнатуына фильм былтыр декабрь айында шыққан еді. Америка Бірлешкен Devletlerinde қар яғудан 2 инсан елек oldu. Мемлекетте 3000 uçak рейсі лағу етілген, да 11.000 рейс кеч қалам. 800.000 инсан электриксіз қалған. Нью-Джерси, Нью-Йорк, Коннектикут, Массачусетс ве Нью-Хэмпшир әйелетлері зияде зарар көргенлер. Нью-Йорк валisi қар яғувлары тынмағанже сакинлерге evlerini terk etmemek tavsiye ете. Америка Бірлешкен Devletlerinin Milli Meteorologik Hizmeti tahmin etkeni gibi memleketinin şimali şarkında yarım metr karның düşmesi, ел күчі saatte 70 kilometrге yetmesi beklenili. Fizik, Nobel mükafatının namzeti ve istidatlı çalgıcı Albert Einstein'nin sevimli kemaniyası New York mezatından satılacaktır. Çalgı aletinin 100-150 bin dolarga satılması beklenili. Mezatqa Newton, Beethoven, Wagner ve Oscar Wilde'nin el yazmaları da koyulacaktır. Tafsirlatlıca muhbirimiz hikayeti. Нью-Йоркта Джейми Фиаты 2,5 миллион долларны тәшкил еткен 33 лот мезат етілежек. Олардың арасында Исаак Ньютонның манускрипті, Людвиг Бетховенның ел yazmaları да тұра. Бұндан да ғайыры Библия. Оның üzerinde 1,5 evvelsi Amerika Birleşken Devletleri'nin 18. prezidenti Willis Grant ant etken edi. Nobel namzeti Vizimanevini zairi fizikaga temel koygan Albert Einstein'ın kemaniyasi de mezat edilecek şeyler arasındadır. Einstein was an incredible musician actually. Эйнштейн мешур çalgıcı еді. 5 ya da 6 yaşında olғанда kemane çalmağa başladı. 13 yaşında Mozart'ın eserlerine sevda olğanını anladı ve bu onun için ömür boyu bir ihtiras oldu. Birazdan Çerşenbek günü dostlar ile görüşüp onlarga kemane çalmağa tırışacak. Нарат ve orgenden yasalgan kemanini alemge Гаррисберг Simfonik Orkestrının azası Oskar Steger 1933 senesi bağışladı. Bu kemani ilk fizik ömrünün sonunca ayrılmay. Yolculuklarda da yanına alaydı. Çalgı aletinin başlangıç fiyatı $100.000. Kemaniden gayrı Einstein'ın oğluna yazgan mektubu da mezattan satılacak. There is a letternless sale from Albert Einstein to his son. Bu mektupnu Albert Einstein oğlu Hans'a 2. Cihan Cenki vaqtında Yaponiyanın teslimiyeti günü yazgan edi. Mektupta alim atom bombasının yapılığında o serüvenin daha da ufak olğanını anlatmağa tırışa. Mezat martның 9-ында Киев вақты boyunca akşam saat 5'te geçirilecek. Lotның ışgari fiyatı $4.000 teşkil etti. Teşkilatçılar en pahalı lot astronom Klavdiy Ptolemey'nin Kosmografiya adlı eski neşrinin satılmasından en azından $600.000 kazanacak ola. Saygılı seyirciler, bugünkü bu sonki haberimiz edi. Daha çok malumatını Ukrinform saytında tapabilirsiniz. Bununla beraber telekanalımızın da saytını uatv.ua adresi boyunca ziyaret edebilirsiniz. Sağlıklı kalınız.